Жер шарының айналасын ауа қабаты қоршап тұр. Ол жер бетіндегі тіршіліктің көзі. Адам үшін ғана емес, жануарлар мен өсімдіктер тіршілігіне де ауа қажет. Ауа жерді күндіз қатты ысып, түнде қатты суып кетуден сақтап, зиянды күн сәулелерінен қорғайды. Ауа оттегі, көмір қышқыл газы мен азоттан тұрады. Ауа көзге көрінбейді, оны сезім мүшесімен ғана білеміз. Жел ауаның қозғалысы. Біздің ғаламшарымызды қоршап тұрған ауа қабаты атмосфера деп аталады. Адамдар тіршілік ету барысында жердің ауа қабатына әсер етеді. Мысалы, зауыттар мен фабрикалар ауаны ластайтын әртүрлі қалдықтар шығарады. Көліктер де ауаны ластауда. Ауаның ластану себептері орманды кесу, радиация, пайдаланған газдар, улы газдар, түрлі қалдықтар және басқа да зиянды заттардың ауаға таралуы. Мұның алдын алу үшін адамдар әрдайым ауаны зиянды заттардан тазартудың жолын іздестіреді. Біздің мемлекетімізде де ауаны қорғау шаралары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында ауаны қорғау туралы заң бар. Еліміздің әрбір азаматы елімізді қорғау керек екенін есте сақтауы керек. Деніміз сау болып, бақытты өмір сүру үшін бізге ең алдымен таза ауа қажет. Ауаны ластамаңыз.